Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар, құрметті қазақ рэпі боксының жанкүйерлері. Осы сәтті баршамыз, яғни асыға да сағына күттік. Олай болса, өзіңіз көріп отырғандай Елімай аренасында бүгін үлкен жанкүйерлердің жиыны болып жатыр. Міне өздеріңіз көріп отырғандай зал лық толы, бүткіл жанашырлар өздерінің ықылас, ниеттерін, тілектерін міне қағаз бетіне де жазып үлгеріпті. Жамағат жігіттер алға деген анау бір жазуды көріп отырмыз, яғни бұл жамағат орталығында деген үлкен құрметтің белгісі деп білеміз. Және де бүгін тартысты бәсеке, қайталанбайтын бәсеке, жамағат орталығының жақсы жойқын соққыларын бүгін біз көреміз деген сенімдеміз, және еш күмәніміз жоқ. Жарайды, сонымен бізде тағы да айтамын, тікелей эфир, және бізге қонаққа қазақ рэпінің алғашқы этностильдегі буыны, яғни ел аузында жүрген азаматтардың бірі Данияр мырзаны өзіміз студиямызға шақырып отырмыз. Ассалаумағалейкум, Данияр мырза, осы жайында не айтасыз? Ассалаумағалейкум, Амангелді, және де тамашалап отырған барша қазақ елі. Міне бүгін тарихи сәт, бірер минуттан кейін шаршаланға көптен күткен қазақтың мақтаныштары жамағат орталығы жігіттер шығады. Өзім де осы жігіттердің өнеріне тәнтімін. Тағы да бір нокаут сәттерін беретіне сенімдімін. Бұл кездесуден тамаша өнер соққысын күмәнсіз күтемін. Бәрекелді, сіздермен бірге болған Данияр мырза. Яғни тағы да айта кеткім келіп отырғаны, бұл кездесуге үлкен демеушілік болған НИДС орталығының директоры Орақаев Бақытжан мырзаға, Адай Клаб резиденттері Самат Бопыл мен Қанат Алпысбай мырзаға, және Джейз пиццериясының бастығы Қанат Жетписов мырзаға, және Данияр Рекордс студиясына алғысымызды білдіреміз. Олай болса, бұл өнер, бұл шаршалаң бізге біраз жамағат орталығының жеңісін сыйлады. Және міне байқап отырғаныңыздай, ал енді міне жүргізуші де шаршалаңға шықты. Ендіше тамашалайық. Сонымен, ханымдар мен мырзалар, сіз асыға күткен қазақ рэпінің алыптары, бір туар тұлғалары, өзінде қайталанбас рэп стилімен ерекшеленген, еш жеңілмеген абсолюттік чемпиондар, астарлы ақиқаттың шеберлері, ұлт жанашырлары, өмір мен өнерін еліне арнаған барша қазақ елінің мақтаныштары, әр соққысы қазақ деп тиетін аса ауыр салмақтағы, өз бастауын сонау Маңғыстаудан алатын қазақ халқына ортақ болған жамағат орталығы. Жамағат про, этно-рэптің бастамасы, оң құлаққа айтқан сөзді сол құлақтан тастамаңыз. Қазақтың қара баласы, зуылдап қайда барасың, этно-рэпті әзірге батыстан іздеп табасың. Не де болса мен бастайын, ұзын сөзден қысқасын, бізге қарсы адамда ақ жалауды ұстасын. Жамағат про, қолына алды шапарын, жүрген жоқ біз ерігіп, білмесе кімде боқтарын. Арамызда аз емес, қазақ тілін кемітетін адамдар бар менсінбей, шала қазақша семіртетін. Кей қазақтар әлі де қазақ рэпті менсінбейді, өз тілін жерге таста, өзге тіл құсығын жейді. Бізді алға тартады ұлт тағдыры қазақша рэп, жаңа батар шындық сөздер айтылмайды тектен тек. Кей адасқан тыңдарман, ал енді мені тыңда, көңіліңе жақпасақ та сонда да қайтадан тыңда. Шындық сөз қашанда да сүйіктен өтеді, жамағат про насихаты жүректі жұлқып түртеді. Қайдағы жоқ пролардың сандырағына сеніп қалдың, ананы тыңдап мынаны тыңдап айтшы қандай пайда алдың. Басқа тірлік таппағандай мәңгүрттерді ұлықтайсың, оларды насихат алып тоңған елді жылытпайсың. Көп өлікті мен жерледім, сондықтан болды атандым. Тірі өлік зомбилердің көбейтпейік сан қатарын. Сыртымызда сөз қозғап кездесек респект дейсің, ғайбат жазасын әлі білмейсің, жүз құбылып күлімдейсің. Бесіктен белік шықпай өзіңді шайратадың, талтаясың менсінбе, алғандай абай батасың. 200 адамдар ұнатар жеңіл атақ, армандамай жерге төс, қайдағы тегін тақ. Микрофонның орнына діни кітап оқыңдар тағы, баршамызға ұлт ортақ, қазақтың болашақ қамы. Жамағат про барда қазақ рэп көкке самғайды, өз ойын енді тыңдарманға Данияр арнайды. Бірінші раунд,
Бірінші соққы жақаудың жыр жинақ альбом тонып тұрған қау Алғашқы боп көтерген хип-хоп жалауды Әр түрегі апперкот есін көріп қалар жауым Екінші раунд ел есіндегі дау Шайқалған бұл жинаққа қаламен ау Оң қолмен жағынан дәл тигізген соққы Брейк Йоу алды үшінші раунд Қазағыма лайықты джеб нокдаун Bir, tur, iki, tur, beş, altı, жеті, сегіз, дайынсың ба? Ұшып кетті капа, шешіліп қалды бауым Жаңа тәсіл этно-рэпке қарсы тұра алмадың Бапкерлерің дайын тұр, лақтыруға орамалың Төртінші шешуші, жәрі соңғы раунд Жамағат продакшн енді үлкен алпау Ауыр салмақта тарлан, мұң айтар дейді жақау Соңғы соққы елім ай, мінеки саған нокау Бірінші раунд, жыр жинақ спец жақау Екінші раунд, ел есіндегі дау Үшінші раунд, қазағыма лайықты нокдаун Төртінші раунд, елім ай міне нокаут Бірінші раунд, жыр жинақ спец жақау Екінші раунд, ел есіндегі дау Үшінші раунд, қазағыма лайықты нокдаун Төртінші раунд, елім ай міне нокаут 2002 қазақ рэптің алғашқы тасы Маңғыстауда қаланды мен ол кезде жаспын Бар жоғы 16-да, ал Қылышбек 15-те Речь тобы қалай құрылды бәрі әлі есте Алғашқы рэп фестиваль екінші орын алғанбыз Алғашқы үлкен сахна ол күндер өтті арман 8-ші мектеп, кассетпен бастадық бәрін Алғашқы болып қазаққа тапқыздық рэптің дәмін Өз ұлтымның тарихы маленький өзен дәлелім Дәл қазірде ол кезде инструментал болады тегін Инет жоқ тіпті не екенін де білмейміз Рэп тыңдап соңында қалған бос жерін іздейміз Кассеттен кассетке запись сэмплін жалғап жазғанбыз КПЗ-ға жаяу барып қыста тоңып базғанбыз Қалдыбек Ермек ағаларға түсіндіріп Алғаш рет бит жасадық Ямахамен білдіріп West Brothers, Анжей, Bad Dog, Диджелан Счет салты подвалында құрылды Double Bass клан Скромные хулиганы, ритм города туман Мұнайшының залы толып қарсылатын еді шулап Ол күндер қайтпайды концерттегі төбелестер Бұл күнде бәрі әке көзіңді жұмсаң елесті Соңғы клан ДМХ жеткендер биік білеске Қазақша стиль трегі әлі құлақта есте Кастомнага Турчия, Бэби Альянс Мастер-шеф, Дес Легалайз Жазам бейс, Доктор Бреф, МС Молодой Рабы лампы, Михейде өтті Ұстаз болған тупақты әлем жоғалты болды кетті Бізде бір қонақпыз сахна тарихында қалар 10 жылдан соң жаңа ұрпақ есіне қайталар Ораламыз ортаңызға бегемен тупақтай Еңбектендік сіз үшін күндіз түні жатпай Сен фальшым трегі баршаға дәлелдеп берді Джихад жоған садам көбі осын естіп рэпке келді Ал сен болсаң көре алмай менімен неге алыстың Ақиқат сөз айтпасаң онда сенің жағың қарсың Жә жетер қайтеміз бет жыртысып қатын сынды Өткеніме тәуба жаса шынды мен болмаймын жынды Кәпір мен болмаймын кәпір дінімді сатып бұзылмадым Әке шеше мұсылман мен де шүкір мұсылманмын Сен маған баға берме өткеніме айып тағып Кеше тентек болған болсам бұл күнде бәрі анық Бұл менің өмір баяным қалшы біраз қанып Сірә ертең жоғаламыз жұлдызды жанып Содан соң Ақтау, Варнагриф, Мистерхан Міне осылармен толықта WBS клан Қаншама трек жазылып, қаншамасы өшірілді Ультиматум фантом, қаншамасына болды үлгі Crazy MC, қалары жойқын көшеді Про Белла сага барды, көбі үнсіз өшеді Westars, Алекс Акен, және Серік барды Ең тәуір трек жазылған еді аналарға Ула и Жако, біраз жерді шайқады Ондай команда енді жоқ, мен соны байқадым Ей, сендерге айтарым, біздер енді қайта келмейміз Сағынышпен тыңдасаң, қайтадан тербейміз Айтылмаған сол сезім, ораласың бауырым Магнитола уақат, елесіндегі дауылық Смеш, Самат, Марат, өте шығар өмір трегі Баурап алған сөзсіз тыңдарманның жүрегін DJ Сақ, Ақжара, сендерге көп рахмет DJ Мамбо, Нұр Армаха, сіздерден үйрендім рэп Ерлан, Русик, Сәка, сіздерде болды қонақ жайлы Біз үшін бағалы еді достық дейтін байлық 11-5 Казаты Кассовы 11 Студенттік жылдар қайтпайтын әлем ол бір 2010 ел есіндегі дау Альбомға атсалысқан Тони деген бауыр Магистер Эсклан, Бектұр мен Мерген Адай отбасы інілерім соңымнан ерген 2012 қазағыма лайықты Дидидің қазақша бетінен сездіңдер кайфты Қазақша тақырып жазып сөз сөйледік байыпты Қолызбен домбыра қосып қазақ рэпті байытты Осыдан соң қалай ғана бізге тағас
сенсің айыпты. Міне енді қабылда елім айдай байлықты. Барыса дәурен серік құлсарының мақтанышы. Бақаға үлкен рахмет бізге альбом жазғаны үшін. Нұртай мен Азаға құрмет қолдау беріп салған күшін. Жамағатқа сайт жасап жан жақты бастады ісін. Самат Бопыл Адай клаб достық пен созды қол үшін. Қанат Алпыспай бірігіп жарып шықты топ үшін. Бауыржан Макс Врач ескі тыңдарман. Абаяқ жігіт Жәлебек көріне берің шыңдарды. Інім Қаржау сағынды інім сәттілік. Тыңдарманға рэп жазса лирика мен тәттігі. Бексұлтан Сәбит Исабек сіздерде аман бол. Есімде әзір осылар мен айтып болдым. Бірінші раунд жыр жинақ спец шақау. Екінші раунд ел есіндегі дау. Үшінші раунд қазағыма лайықты нокдаун. Төртінші раунд елім айымне нокаут. Бірінші раунд жыр жинақ спец шақау. Екінші раунд ел есіндегі дау. Үшінші раунд қазағыма лайықты нокдаун. Төртінші раунд елім айымне нокаут. Қайтала тағы қане. Бірінші раунд жыр жинақ спец шақау. Екінші раунд ел есіндегі дау. Үшінші раунд қазағыма лайықты нокдаун. Төртінші раунд елім айымне нокаут. Бірінші раунд жыр жинақ спец шақау. Екінші раунд ел есіндегі дау. Үшінші раунд қазағыма лайықты нокдаун. Төртінші раунд елім айымне нокаут. Бәрекелді. Құрметті көрермендер, міне жаңа ғана өздеріңіз куәгер болып отқандай жамағат сарбаздарының таза жеңісін баршамыз тамашаладық. Небір жойқын соққылардың куәгері болдық. Яғни қараңыздаршы, бүткіл трибуна өзінің орнынан тұрып барлық жанкүйерлеріне шаршаланға ағылуда, міне өзінің яғни жеңімпаздарын иықтарына салып көкке көтеруде. Яғни бұл қуанатын сәт, осылай боларын, осылай болатынын және бола бермегіне бүткіл Қазақстан сенді және сенеді бермек. Яғни мінекей қайталап көрсетуде. Міне 10 қапталдан небір жойқын соққының әсерінен алған. Ай, қасқаның миы шайқалып кетті шамасы. Аяқ беттім. Жамағат сарбаздары өте жақсы өнер көрсетті. Құрметті ағайындар, құрметті бәрекелді мына көрермендердің қуанышында еш шек жоқ. Ешбір қараңыздар, өздеріңіз міне куәгер болып отырсыздар. Жарайды ағайындар, енді біздер осындай алып тұлғаларымыздың, осындай сарбаздарымыздың, осындай жамағат сарбаздарының бар екеніне мақтанып, осыларды үлгі тұтып, осылармен мақтануымыз керек ағайындар. Сонымен сіздермен бірге болған Амангелді комментатор және осы қуанышты сәттерді кешкі жаңалықтардан қарайсыздар деп сенемін және қарауға тұрарлық сәт. Осындай сәттеріміз, осындай жамағат тұра орталығының жеңісі қайталана берсін. Қазақ елінің туы көкке көтеріліп, жігіттеріміздің мәртебесі асқақтай берсін деген соңғы тілекпен мен өз сөзімді аяқтаймын. Сіздермен бірге болған Амангелді мен өзім қуалып отырмын. Қазір бұйырса тыңдармандармен бірге, көрермендермен бірге осы жігіттерден барып қол алып қатты бір құшақтасам деген ойда отырмын. Жарайды, аман болыңыздар. Тағы да сіздерге сәттілік, жаныңызбен отбасыңызға берекет тілеймін. Аман болыңыздар. Жақсы күнде жеңісте жолыққанша ағайындар.